Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Балалар, бүгін бізде керемет күн, себебі бүгін бізде керемет сабақ болғалы тұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұхбаттасу мәдениеті. Сабақ барысында сіздер басқа адамдармен қалай сөйлесу керектігін үйренесіздер. Сәлемдесу рәсіммен танысасыздар, сөйлеу мәдениетін қалыптастырасыздар. Ендеше сәттілік. Балалар, тақтадағы ой түрткі сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші, сен қандай тақырыптарда сұхбаттасқанды ұнатасың? Бұдан бұрын осындай сұрақ туындады ма сізде? Болмаса, бір сәт ойланып көріңіздерші. Екінші сұрақ. Кездесудегі амандасу, кетердегі қоштасу, қуаныш сәттерінде құттықтау әдебін білесің бе? Ендеше, балалар, осы сұрақтың жауабын мына мәтіннен табуға талпыныңыздар. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Сұхбаттасу амандасудан басталады. Амандасу инабаттылық пен әдептіліктің белгісі. Қазақтар бір-бірімен жолыққанда бір-бірімен мал жан аман ба деп сұрасқан. Мал аман ба деп сұрау олардың тұрмыс тіршілігі, күнкөріс өзегі, шаруашылық қатынастарын негізгі құралы саналған төрттілікпен тікелей байланысты. Оған қалыптасқан дағдылы жауап Құдайға шүкір, өзіңіздің мал жаныңыз аман ба деп жауап береді. Қазақ, жақсы сөз жарым ырыс деп ырымдап, әр қашанда жақсы деген. Ерлер арасында мұндай амандасу сөздер әйелдерге қатысты қолданылмайды. Оларда тек сәлеметсіз бе деп амандасады. Далада бір топ қазақтар екіншісімен ат үстінде кездесіп қалса, ассалаумағалейкум деп оң қолын созып амандасып, сол қолын амандасушының оң иығына қояды. Уағалейкум салам деп сәлемін қабыл алып қол алысады. Қазақтар қонаққа барғанда киіз үйдің жанына жақындағанда аттан түседі, ал үй иесі қолғанат ересек балалары қарсы алып аман саулық сұрайды. Осы кезде әйел адамдар үй ішін реттеп, кілем сырмақтарын, төр көрпешелерін төсейді. Келген мейманның өзі киіз үйге енгенде ассалаумағалейкум деп жалпыға сәлем беріп кіреді. Тіпті баспанада адамдар жоқ болса да, немесе әйелдер отырған жағдайда ассалаумағалейкум деп шаңыраққа сәлем беру әдеті қалыптасқан. Сондай-ақ келіннің бет ашылып босағаттаған күннен бастап, ағайындарына көрген кезде екі қолын алдына бір-біріне айқастырып қойып сәлем бердік деп дауыстап өзі иіледі. Үлкендер келіннің сәлеміне көп жаса, бақытты бол деп жауап қайтарады. Бұл дәстүр ағайындарына деген ізеттілігін білдіреді. Ауылға қонақ келгенде міндетті түрде аяңдап келіп үй сыртына жақындағанда сөйлес деп дауыстайды. 3 қайталаудан кейін жауап болмауы қонақты қабыл алмағандығын білдіреді. Үй иесі немесе үй иесінің әйеліне қонақ құдайы қонақ деп жауап береді. Егер үй иесі өз қонағынан жасы үлкен болса, онда бірінші болып амансыз ба деп сәлемдеседі. Қонақ сұрағына жауап беріп, үй иесінен мал жаныңыз аман ба деп сұрайды. Ал әйел адамдарға жұмсағы есенсіз бе дейді. Бұл деніңіз сау ма дегенді білдіреді. Ал қыздарға айтқанда қарағым, шырағым деген сөздерді қосады. Ұзақ уақыт көріспеген жандар немесе ұзақ сапардан келген адамның амандығымен қоса жөншілігін сұрап егжей-тегжейлі сұрасады. Алыстан келген адамға алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы адам барып сәлем береді деген ереже бар. Дегенмен жасы мен жолы үлкен адамдарға сапардан келген адам өзі әдейілеп барып сәлем беруі тиіс. Мұндай ізеттіліктің бірі сол әулеттің ертеден келе жатқан қара шаңырағына соғу міндет болып саналады. Балалар, сұхбаттасу мәдениеті дегеніміз не деген сұраққа жауап іздеп көрейікші. Бір-бірімізді көргенде біздер амандасамыз, амандық саулық сұрасамыз. Амандық сұрасу тұрмыста жиі айтылатын және жиі естілетін сөздер. Негізінде бұларды мағыналық стильдік реңк арқылы таңдап, өз орында қолдану қажет. Амандасудың түрлері сәлеметсіз бе, аман есенсіз бе, армысыз, сәлем бердік, ассалаумағалейкум,
Кешқұрым кешке көріп қалса, кеш жарық деп амандасады. Балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, сәлемдесудің тілімізде сан алуан түрлері бар. Амандық сұрасу тұрмыста үзбей айтылатын, құлаққа жиі естілетін сөздеріміз. Дегенмен, бұл сөздерді мағыналық, стильдік реңк арқылы таңдап өз орнына қолдану қажет болады. Балалар, мен осы жерде сіздерге өмірде болған оқиға туралы әңгімені айтып берейін. Яғни өмірмен байланысты. Бірде анасы мен баласы ұзын көшенің бойымен келе жатады. Алдарынан қария кездеседі. Анасы үлкен кісіге сәлем бердік деп амандасады. Қасындағы баласы, ол да анасы секілді сәлем бердік дейді. Сол кезде анасы тұрып баласына: балам, сен өсіп келе жатырған ер баласың, азаматсың, сен ер адамша амандасуың керек деген ақыл кеңесін айтады. Бұлар ұзай қоймаған еді. Бала сол жерде кілт тоқтап қалып, артына бұрылып қараса, үлкен кісі әлі ұзай қоймаған екен. Жүгіріп барып, бала ассалаумағалейкум деп амандасып қолын ұсынады. Қария кісі де риза болып, уағалейкум ассалам деп қолын алып батасын берген екен. Жүгіріп бала анасының қасына келеді. Анасы да ризашылық сезімін білдіреді. Бала қателескен түсініп, тез арада шешім қабылдап, қариямен сәлемдесу рәсімін қалпына келтіреді. Бұдан шығатын қорытынды: тірі мысалдың тәрбиелік мәні өте зор болды десек артық айтқандық емес. Себебі бала басынан кешкен оқиғадан кейін қатесін түзетіп, анасының ақылын алып, амандасу рәсімін, дұрыс жолын үйренді. Келесі кезекте балалар, диалогты еске түсірейік. Диалог екі немесе бірнеше адамның өзара сөйлескен сөзі. Екі адам бір-бірімен амандасқанда тағы айтылатын мынандай сөздер бар. Армысыз, ат көлік аман ба? Ел жұртың ауыл аймағың аман ба? Есенсіз бе? Мал жан аман ба? Қайырлы таң, таңертең болса, кеш болса, кеш жарық, жайлы жатып жақсы тұрыңыз деген секілді жағымды жақсы сөздер бар. Негізінде бұл сөздерді әрқайсының өзінің орнымен қолданған өте орынды болып табылады. Мәселен, ер бала үлкен ер адаммен амандасқан кезеңде ассалаумағалейкум деп амандасса, үлкен кісі уағалейкум ассалам деп сәлемін алады. Қыз бала үлкен кісімен сәлем бердік десе, мейлі әйел адам болсын, мейлі ер адам болсын, бақытты бол, өмір жасың ұзақ болсын деп сәлемін қайтарады. Мұғалім мен оқушының арасындағы байланыс былай жүзеге асады: оқушы сәлеметсіз бе, ұстазы сәлеметсің бе деп амандасады. Сәлем берсе, үлкенге жас күлімдей, сәлем берсе, боз бала жас өрімдей, айналаның бәрі көктеп кетпей ме, жаздың жайма, шуақ шаттық күніндей деген жыр жолдарымен бүгінгі сабағымды аяқтай отырып, балалар үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп, сәлемдесу рәсімін сақтап жүріңіздер. Сау болыңыздар.